Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығының мерекелеу шеңберінде 2021 жылдың 10 қарашасында Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы, білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы тарихи-мәдени мұра адамзаттың баға жетпес және орны толмас игілігі атты тарих және география мұғалімдерінің бірінші халықаралық форумын өткізді. Іс-шара онлайн режимде өтті. Форумға республикамыздың 3000-нан астам тарихшылар мен географтары және арнайы қонақтар қосылды. Форумның жұмыс тілдері қазақ, орыс, ағылшын. Форум жұмысында спикер ретінде көршілес елдерден, Түркиядан, Өзбекстан Республикасынан, Ресей Федерациясы және Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларының профессорлар, тарих ғалымдарының докторлары, сонымен бірге жалпы білім беретін және мамандырылған мектептердің тарих және география мұғалімдері, тарих пен географияны оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бойынша мамандар, жоғары оқу орындарының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының тарих және география оқытушылары, жаратылыстану пәнінің сабақ беретін бастауыш сынып мұғалімдері қатысты. 25 қазан мен 4 қараша аралығында форум аясында онлайн режимінде 6 секциялық отырыс өтті. Мерейтой күні Алихан Бөкейхановтың 155 жылдығы, тарих және география пәнінің ғылыми әдіснамалық қамтамасыз етуді дамытудағы үрдістер. Ғылыми зерттеу қызметі білім алушылардың тұлғасын дамыту және мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыру факторы ретінде. Тарих пен географияның оқытудың бірыңғай инновациялық кеңістігі заманауи қоғамды қалыптастырудың шарты ретінде. Жас педагог табысының формуласы. Оқушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын арттыру үшін қосымша ғылыми білім беру бағдарламаларын іске асыру. Форум аясында 2 облыстық конкурс тарих және география пәні мұғалімдеріне арналған үздік тарих және география кабинеті 2021 және оқушыларға арналған бірегей экспонат құжат презентациясының онлайн конкурсы өткізілді. Форум жұмысының қорытындысы бойынша 2 жинақ шығарылды. Ғылыми публицистикалық мақалалар және практикаға бағытталған материалдар. Форумның қатысушыларына Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы мен білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы атынан алғыс хаттар және сертификаттар марапатталады.